Баршаңызға сәлем достар. Бүгін қызанақты қыс мезгіліне қатырудың екі тәсілін көрсетемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Жуып тазаланған қызанақтарды майда бөліктерге бөлеміз. Дайын болды. Енді осы қызанақтарымызды ет тартқыштан өткіземіз. Дайын болған массамызды осындай силикон ыдыстарға құйып шығамыз. Силикон ыдыстарымызды осындай тақтайшаның үстіне қойып дайындап аламыз. Барлығын құйып болған соң арнайы мұздатқышта қатырамыз. Екінші тәсілі ол қызанағымызды осылай домалақ етіп турап, пищевая пленкамен оралған тақтайшаның үстіне осылай рет-ретмен қойып шығамыз. Қызанақтарымызды орналастырып болдық. Енді пищевая пленкамен тағы да бетін жауып, екінші қабатына қызанақтарды тағы да видеодағыдай орналастырып шығамыз. Мұздатқышқа қатырған кезде қызанақтарымыз бір-біріне жабыспай, қатқан қызанақтарды алуымыз оңай болады. Мінекей достар, менің силиконға қатырған қызанақтарым дайын болды. Енді осы қызанақтарымды силиконнан ажыратып, арнайы салафанға салып, қысқа сақтайтын боламын. Сіздер қалауларыңызша контейнерге салсаңыздар болады. Екінші тәсілмен қатырған қызанақтарымды дайын. Оларды да осылай алып, арнайы салафандарға саламын. Осындай сақталған қызанақтарды қыс мезгілінде, пицца пісіргенде, немесе түрлі тағамдар жасағанда пайдалансаңыздар болады. Видео ұнады деген ойдамын. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.